29-шы сабақ пайызға берілген есептер. Бірінші есеп. Ахмет 8.000 теңге тұратын көйлекті 6.000 теңгеге сатып алды. Сатушы Ахметке қанша пайыз жеңілдік жасады? Демек, берілген есепті шығаруымыз керек. 8.000 теңге тұратын көйлек ол 100% болады, ал ол қанша теңгеге сатып алды? 6.000 теңгеге сатып алды. Демек, қанша пайызға сатып алды деген сұрақ пайда болса, осы пропорцияны шығарайық. Пропорцияны табу үшін, яғни 6.000-ды көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 8.000-ға. 8.000 мен 6.000-ды 2.000-ге қысқартып жіберейік. 2.000-ға бөлетін болсақ 4 қалады, 2.000-ға бөлетін болсақ 3 қалады. Мына 4 пенен 100-ді қысқартсақ 25 қалады. Ал 25-ті 3-ке көбейтетін болсаңыздар 75%. 75%-ға сатып алды. Ал бізге қанша пайыз жеңілдік жасады дейтін болса, 100%-дан азайтамыз 75%-ды. Азайтатын болсақ 25% қалады. Демек, сатушы Ахметке 25% жеңілдікпен көйлекті сатқан. Екінші есеп. Фотоаппараттың бағасы бір айдың ішінде бірінші 18%-ке, одан кейін 20%-ке төмендеді. Соңында 1640 теңге болды. Фотоаппараттың бастапқы бағасын табыңыз дейді. Бұл есептерді шығару барысында көптеген оқушылар 18 мен 20-ны қосады да 36%-ын тауып жатады. Олай шығарсаңыздар есептеріңіз қате болады. Яғни біздің 1640 теңгеміз ол бізде 20%-ға төмендегеннен кейін пайда болды. Демек, бұл 80% деген сөз. Ал олай болатын болса, бұның біз 100%-ын анықтайтын боламыз. X табатын болсақ 1640-ты көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 80-ге. 1640-ты көбейтіп, оны бөлуіміз керек. Көбейтіп, оны қайтадан бөлетін болсаңыздар, онда бізде 2050 теңге шығатын болады. Яғни 2050 теңге шықты. Демек, бұл 20%-ға арзандағаннан кейін 2050 теңге тұру керек еді, оны ол 1640 теңгеге сатты. Енді оның алдында қанша пайызға арзандап кетті дейді? 18%-ға арзандап кетті дейді. Демек, біздің 2050 теңгеміз 18%-ға арзандап қойғаннан кейін сатылған баға, яғни бұл 82% болған кезде сатылған. Олай болатын болса, біз оның 100%-ын қайтадан анықтауымыз керек. Осы жерден қайтадан X табатын болсаңыздар, 2050 теңгені көбейтесіздер 100-ге, бөлесіздер 82-ге. Алымын көбейтіп 82-ге бөлетін болсақ, 2500 теңге шығады. Демек, фотоаппараттың бастапқы бағасы 2500 теңге болған. Яғни бастапқыда 18%-ке бір төмендеді, кейін 20%-ға бір төмендеп 1640 теңгеге сатылыпты. Үшінші есеп. Банк өзінің салымшыларына салымның жылдық өсімін 4%-ке арттырмақ болды дейді. Егер адам банкке 1200 теңге салса, онда бір жылдан кейін қанша теңге алады дейді. Яғни ол 1200 теңге салады, ол барлық ақшасын салды, ол яғни 100% деген сөз. Ал келесі жылы 4%-ға артып кетеді, яғни 104% болады. Ал 104% болғанда, оның ақшасы қанша теңге деп пропорция құрып аламыз. X-ті табу керек. X-ті табу үшін 1200-ді көбейтеміз 104-ге, бөлеміз 100-ге. 100 бенен 1200-ді қысқарып жіберетін болсақ, мына жерде бізде 12 қалады. Ал 12-ні 104-ге көбейтетін болсаңыздар, 12-ні 104-ге көбейтеміз, 1248 теңге шығады екен. Яғни жауабы 1248 теңге қылып, бір жылдан соң үстіне 48 теңге қосылып тұр екен. 4%-ға 48 теңге қосылады екен. 1248 теңге алады. 10%-тік 2 литр сірке қышқылына 8 литр таза су қосылды. Пайда болған ерітіндідегі сірке қышқылының проценттік мөлшерін табыңыз дейді. Яғни бізде 2 литрдің ішінде 10%-тік сірке қышқылы бар еді. 2 литрдің ішіне 8 литр таза су құйып жүрді. Демек, біздің процентіміз не істеп кетеді деген сөз? Азайып кетеді. 2 литрдің ішінде 10% бар еді. Ал қазір оған 8 литр қосатын болса, демек 2 литр бастапқыда бар еді, оған 8 литрді қосамыз, менде шығады 10 литр пайда болады. Бастапқыда 2 литр, оған 8 литр кеп қосып, менің суым 10 литр болып кетті. Осы кезде қанша пайыз болады деген сұрақ пайда болады. Енді қараңыз. Егер бұған біз суды қосатын болсақ,
пайызымыз керісінше төмендейді деп айттық қой. Олай болатын болса, бұл бізде кері пропорция деген сөз. Кері пропорцияда бізде мына 10 мен x-тің орындары алмасады, яғни x жоғары шығады дағы, ал 10%-ымыз төмен қарай түсіп кетеді. Осы жерден x табатын болсақ, 10-ды көбейтеміз 2-ге, бөлеміз мына тұрған бөлімдегі 10-ға. 10 мен 10 қысқаратын болса 2 шығады. Яғни қанша пайызға тең болып қалады? 2%-ға тең болады. Жауабы 2%.